Биылғы жылы 1965 жылы дүниеге келген ұл-қыздар асқарлы 60 жасқа толып жатыр. Егер де арамызда Мәлік Сембайұлы болса, ол да 60 жасқа толып тойлап жатқан жатар ма еді. Біз Мәлік Сембайұлы екеуміз балалық шақ, көрші тұрып балалық шақтың қызық күндерін бірге өткіздік. Кейін Пушкин атындағы Орал педагогикалық институтында қатарлас оқыдық. Ол физика, математика факультетінде, ал мен жаратылыстану факультетінде. Кейін 1989 жылы мен Қаракөл орта мектебінде жұмысқа орналасқан кезімде Мәлік осы мектепте жұмыс жасап жатқан болатын. Кейіннен қызметі жоғарылап, ізденімпаздығы алғырлығы арқасында қызмет жоғарылап, оқушы меңгерушісі қызметіне жоғарылады. Кейін мен де тәрбиесі меңгерушісі болып, қоян қолтық бірге жұмыс атқардық. Ол кезде мектеп директоры болып, Қамидол ағай жұмыс істеген болатын. Мәлік Сембайұлы екеуміз 12 жылдай бірге жұмыс атқардық. Ол өз ісіне ұқыпты, ізденімпаз, жолдастарының алдында үлкен беделге ие, достыққа адал азамат болатын. Кейін мен қызмет бабында Алакөл негізгі орта мектебіне жұмысқа ауысып кеткен болатынмын. Бірақ екеуміздің арамыздағы достық үзілмей, үнемі хабарласып отырған болатынбыз. Бірақ кенеттен келген қаза Мәлік Сембайұлының арамыздан ерте қалып кетті. Мәлік Сембайұлының жатқан жері жарық, топырағы торқа, иманы жолдас болсын. Мәлік Сембайұлының бейнесі мәңгі есімізде сақталады. Ассалаумалейкум баршаңызға. Біз биыл 65 жылғылар 60-қа толып, бәріміз мынау өмірден озған достарымызды еске алайық деп сол ауылға жиналып жатырмыз. Біз мынау жолдың алыстығына байланысты бара алмағасын осы видео арқылы көңілімізді білдірейік деп жолдап отырмыз. Осы бейне таспаны біз енді мынау Мәлік екеумізді айтатын болсақ, Мәлік екеуміз балабақшадан дүниеге бір күнде келдік. Екеуміз 18 май туған күніміз екеуміздің. Аналарымыз марқұм айтып отыратын еді, екеуінің араларын 15 минут деп. Сол мынау Болаш анамызды соңғы барғанда қал жағдайын білектеп кіргенде өзім сұраған. Сол кезде сол кісі де маған айтқан, сен 15 минут үлкенсің Мәліктен деп. Міне одан бері қарай балабақшаға бірге бардық. Мектепте 10 жыл бірге оқыдық, бір класста оқыдық. Одан кейін студенттік өмірімізде бірге өтті. Олар бойдақ болып, біз отбасылық болғасын бәрі, достарымыз, класстастарымыз бәрі маған келетін еді. Сол арамыз үзілмей, осы сол соңғы өмірден озғанға дейін екеуміз бірге жүрдік. Оның арасында ол ауылға көшіп кетті, ауылда жұмысқа орналасты. Сол ауылдан қалаға келгенде барлық құрдастардың басын қосып маған алып келетін. Бауырмашыл еді. Енді міне оғанда 20 жыл болып жатыр екен бүгін. Сол Мәліктің ағайын туғандарына жердің шалғайлығына байланысты бара алмадық. Көңіл айтамыз анамызға байланысты. Анамыз өмірден озып жатыр. Мәлікке де 20 жыл болып жатыр.
сол көңілімізді білдіреміз. Мынау Мәлікке арнап беріп жатқан садақаларыңыз қабыл болсын. Жатқан жер жарық болсын, топырағы торқа болсын. Жалпы біздің 65-тің арамыздан кеткен құрдастарымыздың бәріне де міне беріп жатқан турнир, концерт, садақа бәрі де қабыл болсын, жақсы өтсін, ойдағыдай өтсін. Достарымыз бір аунап жатқан болар. Енді тек қана басымыз тойға жиналсын. Аманшылықта болайық. Мен Әлімбаева Эльмира Хайрушқызы Ақтай ауылының тумасымын. Қаракөл орта мектебінің 2002 жылғы түлегі боламын. Қазіргі таңда Қаратөбе аудандық сотында қызмет атқарып жатырмын. Мәлік Сембайұлы туралы естеліктерге келсек, енді ол кезде отчествосымен әкесінің атын айтып қалыптаспаған болатын. Мәлік ағай отче дейтінбіз мектеп кезінде. Мәлік ағай деп айтса, маған оңайырақ болады. Мәлік ағай бізге мектептің соңғы жылдары, яғни 10-11 сыныптарда жетекшілік еткен болатын. Ол кісі жетекшілік еткен кезеңде біздің сыныпта үлкен өзгерістер әкелді, жақсы жағынан ықпал етті деуге болады. Алдымен біздің сыныптың оқу үлгерімінің жоғарылауына үлкен септігін тигізді. Соның ішінде ер балдардың оқу үлгерімінің жоғарылауына көп көңіл көрсетті. Яғни балалардың орта буында ер балалардың оқу үлгерімі төмендеп кеткен болатын. Аллағай қалай подход жасағанды білмей, балалар біртіндеп оқу үлгерімдері жоғарылап, оқу озат болмағанмен оқу екпіндісі қатарына қосыла бастады. Одан бөлек ағайдың бізді моральдық, рухани жағынан қолдауы көп болды. Атап айтсақ, мектепшілік шараларда, соның ішінде мәдени, спорттық, әскери болсын іс-шараларда біздің қасымызда болып қолдауды көп көрсетіп, жетістіктерге жетуімізге ықпал етті. Сондай-ақ ең бір үлкен естелік ол кісі туралы біздің өмірімізде ерекше орын алатыны, ол қоштасу кешін 11 сыныпта қоштасу кешін жасауға мүмкіндік келгенін. Яғни ол кез кішкене қат кезең, жоқшылық кезең, жаңадан бас көтеріп жатырмыз. Екінің бірі қоштасу кешін, яғни түспен кештікті өткізуге мүмкіндік бола бермеген. Ал біздер сол кезде соны жасай алдық. Әрине ол ағайдың арқасы. Яғни ағай қазіргі айтатындай мотивация, үлкен мотиваторымыз болса десек те болады. Яғни сіздердің қолдарынан келеді, мүмкіндіктер бар деп біздерді ауылдың клубында концерт қоюға, содан кейін көрші Ақтөбе облысының Жетілу совхозына көлікпен қамтамасыз етіп барып концерт қоюымызға көп көңіл көрсетті. Соның түскен қаржыдан біздер өзіміз жаңағы қоштасу кешін жасап, үлкен қуанышқа бөлендік. Бұл да сол ағайдың арқасы болды. Осындай үлкен естеліктер ағайдың өмірімізде алатын орны ерекше екенін айтпаса белгілі. Бүгінде ағайдың өмірден озғанына 20 жыл толып жатыр екен. Ол кісі ерте кетсе де артында осындай өшпестей із қалдырды деуге әбден болады. Енді ағайдың жатқан жері жайлы болсын, топырағы торқа болсын, жаны жәннатта болсын дей отырып, артында қалған бауырларына шапағатшы болсын, артында қалған бауырлары, қалғандары аман болсын дейміз. Біз де осындай тұлғаның оқушылары болғанымызға, ол кісінің өмірінде бар болғанымызға қуанамыз, мақтау тұтамыз.